Баршаңызға сәлем, сіздермен Жадыра. Сіздерді алда келе жатқан жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Келе жатқан қоян жылына арнап осындай қоянның формасындағы салатты жасап шықтым. Жаңа жылдық дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Жасау жолы өте оп-оңай әрі қарапайым заттардан тұрады. Егер де видео қызықтырса, соңына дейін қараңыздар. Салатымызды дайындау үшін ең алдымен сәбізімізді, картошкамызды және етімізді жақсылап тұзды суға пісіріп аламыз. Одан кейін кубиктап, турап ыдысымызға саламыз. Мен осы салатқа сиыр етін пайдаландым. Сіздер тауықтың, жылқының, немесе түйе болсын, немесе басқа құс түрінің болсын, етін пайдалансаңыздар болады. Барлығы өз қалауларыңыз бойынша. Ал енді банкадағы гарнишоктан шамамен 3-4 ас қасық салып, үстіне шым-шым тұз сеуіп, және де майонезімізді салып жақсылап араластырамыз. Тұзды да, майонезді де өз қалауларыңыз бойынша сала берсеңіздер болады. Ал енді піскен жұмыртқамыздың сарысы мен ағын бөлек-бөлек ажыратып алып, одан кейін теркамыздың өте майда жағынан екеуін бөлек ыдысқа сала отырып өткізіп аламыз. Құрметті достар, егер менің әлі де каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір подписаться кнопкасын басып тіркеле кетіңіз. Менің басқа да видеоларымды жоғалтып алмау үшін колокольчикті басып қойыңыз. Ал енді біздің дайын болған салатымызды осылай қоянның формасына келтіретін боламыз. Яғни құлағы мен басының формасын қасықтың, қолымыздың көмегімен осылай шығарып аламыз. Мен екі құлағынан осындай кішкене ойық қалдырдым. Сол жерге жұмыртқаның сары уызын осылай сеуіп шықтым. Ал қалған жерге ақ уызын бір тегіс етіп, барлығына бірдей жайып шықтым. Мінекей қоянымыздың формасын шығарып алдық. Енді маслинаның көмегімен осылай көзі мен мұрнын қойып шығамыз. Мен барынша ұқсатуға тырыстым. Ал мұртына мен укропты пайдаландым. Сіздер қиярдың сыртын өте жұқа етіп, кесіп, турап қойып шықсаңыздар да болады. Сонымен біздің салатымыз дайын. Көргендеріңізде жасау жолы өте оп-оңай және де қарапайым заттардан жасалады. Егер де жаңа жылдық дастарханыңызға қоятын болсаңыз, сәнін келтіріп тұратынына мен 100% сенімдімін, әрі креативный көрінеді. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.